Қазақстанда сыбайлас жемқорлықтың алдын алуда, қоғамда сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыруда түрлі іс-шаралар ұйымдастырылып, заңсыздықты болдырмаудың тетіктері қолданылып жатады. Алайда жең ұшынан жалғасқан жемқорлыққа тоқтам болмауда. Бармақ басты, көз қысты. Парақорлықтан арылмауымыздың бүгінгі себебі, салдары және қажеттілік турасында хабарымызда арнайы спикермен сұхбаттасақ. Студиямыздың қонағы Теміртау қалалық мәслихатының депутаты, Теміртау қаласындағы конфессия аралық мәселелерді зерттеу және сараптау орталығының директоры Нұрхан Әлиұлы Нұрмахановпен сұхбаттасамыз. Нұрхан Әлиұлы, міне таяуда ғана шетелдік басылымдарда зерттеу жүргізілгені жайында, ол зерттеуде жемқорлық көріністері, жемқорлық деректер бойынша Қазақстан сондай бір жағымсыз орында тұрған жайында бір сондай ақпарат тарады. Жайсыз хабар десек те болады. Осы ретте біздің өңіріміздегі жемқорлыққа қатысты ахуалды сіз қалай бағалайсыз? Сөзіңіздің жаны бар. Жалпы әлемде жемқорлықтың өлшем бірнеше индексі бар. Біреуінде 87 мемлекеттің ішінде 75-ші орында тұрмыз, біреуінде 180 мемлекеттің ішінде 102-ші орында тұрмыз. Бұл өте өкінішті жағдай. Бірақ енді неге бұлай болды? Неге жемқорлық осындай елдерде жайлады деп айтайын десек, жағдайы төмен мемлекетте ғана жемқорлық деңгейі өршіп тұр, немесе діні әлсіз мемлекетте деп айта алмаймыз. Өйткені дінді қатты ұстанатын кейбір араб елдерде осы төмен жағдайда тұр. Енді бұл жерде бірақ себеп, осы индекс бойынша 70-80-ші орындардан бастап, жаңа 180-ші орынға дейін қарайтын болсақ, көбісі бұрын отар болған мемлекеттер екен. Сондықтан бұл бүгін ғана қалыптасып отырған нәрсе емес. Біздің қоғамымызға бұл 70 жыл кеңес өкіметінің, одан әрі 300 жылдық Ресей империясының кезінен бастап қалыптасып қалған нәрсе. Мысалға, Ресей империясы біздің қоғамға келіп, шен-шекпенді сатудан бастап, одан кейін болыс болуға ұмтылу, билікке ұмтылу, сол кездегі орындардың сатылуы, сол кездегі 370-400 жылдан бері біздің қоғамымызға еніп кеткен бұл дерт. Сондықтан оны бір егемен ел болып, бірден 30 жылда ретке келтіру әрине қолымыздан келмей жатыр. Соның да бір кесірінен өкінішке орай осындай жағымсыз орындарды иеленіп отырған жайымыз бар. Сондықтан бұны қалай болса да жоққа шығара алмаймыз, мойындаймыз. Өзімізбен бірге осы бұрынғы кеңес өкіметінің құрамында болған бірнеше мемлекеттерді атап айтсақ болады. Бірақ кейде біреулер айтып жатады, біздің көршілерімізге де бұл байланысты деп. Ал бұл сөздің өтірік екеніне дәлел, әлемдегі жемқорлық деңгейі өте төмен мемлекет бірінші орында Дания тұрса, екінші орында Финляндия тұр. А Финляндия ол әлемдегі ең жемқорлық жайлаған елдердің бірі, Ресейдің көршісі мысалы. Кейде ол көрші, дін, экономикалық жағдай, бұның барлығы осындай төмен көрсетуге себеп болмайды екен. Бүгінгі таңда, мәселен, осы Теміртау қаласы болсын, өзіміздің Қарағанды облысы аумағы болсын, қай салада жемқорлық жиі орын алып жатады? Теміртауды жалпы Қазақстанның қоғамынан бөліп ала алмаймыз. Өйткені біздің әр аудан, әр ауыл, әр қала, әр облыс ол Қазақстанның бір ағзасы. Сондықтан Теміртауда болып жатқан мәселе ол бүкіл Қазақстанда бар деп қарауымыз керек. Сондықтан бүкіл Қазақстанда білім саласы болсын, құқық қорғау саласы болсын, медицина саласы болсын, өндіріс болсын, барлық жерде енді өкінішке орай жемқорлықтың жайлағанын айтпаса да барлығы біледі. Енді барлығымен күресу керек. Мынаумен күресіп, мынаны тоқтатуға болмайды, бірақ енді ең бірінші менің ойымша жемқорлықпен күресетін сала болса, мен өйткені білім саласынан бастаушы едім. Неге? Өйткені тәрбиесіз берілген білім ол адамзаттың қас жауы деп ол ұстаз Әл-Фараби айтқандай, осы білім саласынан бастап, біз анау баладан бастап жемқорлықтың дұрыс емес екендігін миына сіңдіріп, құлағына құя бермесек, біз енді салдарымен күресе бергеннің еш нәтиже бермейтінін өкінішке орай қазір көріп отырмыз. Тәрбие басы талбесік болса, талбесіктен жемқорлықты айту керек қой жалпы. Жемқорлықты айту керек, сосын ақлақ дейміз ғой, адам болу ілімін. Сол мектептен бастап құя беру керек, өйткені біз осы елбасымыз болған Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың саясатынан бастап, бірінші Қазақстан экономика, екінші саясат деген жолды таңдады.
Бұл енді әрине экономикалық жағдайын көтеруге көп көмектесті, бірақ ұлттық саясат, яғни елін сүйетін адамдарды аз тәрбиелеп қойды. Содан біздің Қазақстанда байлар көбейді, бірақ нәтижесінде елдің байлығын шетелге алып қашып кетуге араланбайтын, ұялмайтын бір буын пайда болды. Сондықтан бұның күресудің үлкен бір жолы тек қылмыскерлерді ұстай беру емес, ол бесіктегі баладан бастап елді сүюге, ұлтты сүюге, туған жерді сүюге, сол жерге қызмет қылуға, қазақтың жанашыры тек қазақ екенін түсіндіруге ғана жұмсамасақ күшімізді, бұл жемқорлық тағы да 30 жылда тоқтауы екіталай.